Сәлем, балалар. Бүгін сендерге бір қызықты ертегі айтамын. Бұл ертегінің аты Түлкі мен Тырна. Баяғыда бір түлкі мен Тырна дос болыпты. Бір күні түлкі Тырнаны қонаққа шақырыпты. Түлкі үйіне дәмді тамақ дайындап, Тырнаны жылы қарсы алады, бірақ тамақты жалпақ табаққа салып қойыпты. Тырна тұмсығын табаққа тыға алмай, дәмнен ауыз тимей қалады. Түлкі болса мәз болып, барлығын өзі жеп алады. Тырна ренжіп қалса да ештеңе демей, түлкіні ертеңіне өз үйіне шақырады. Келесі күні түлкі Тырнаның үйіне келеді. Тырна сорпаны ұзын мойынды құмыраға құйып қойыпты. Тырна тұмсығымен сорпаны рахаттана ішіп отыр. Ал түлкі болса басын құмыраға тығып көріп еді. Басы сыймай, сорпаны іше алмай қиналады. Сонда түлкі ойланып қалады. Біреуге қандай қылық жасасаң, сол өзіне де қайтып келе екен дейді. Содан бері түлкі мен Тырна достасып, бір-бірін сыйлап өмір сүріпті. Міне, балалар, біздің ертегіміз осымен аяқталды. Мейірімді болыңдар, достарыңды ренжітпеңдер. Келесі ертегіде кездескенше, сау болыңдар.